Сонымен біз клиентқа лид магнит бердік, трипвайр саттық, негізгі өнімді саттық, апсел кетті, кросс-сел кетті, негізгі өнімді алмаса даунсел кетті, иә. Енді жалпы сатып алған клиенттерді біз қалай өмір бақилық, яғни біздің клиент қала аламыз. Осы жерде қайтару тропинкасы деген өте жұмыс жасайды, өте жақсы жұмыс жасайды. Бізде мен сіздерге осының соңында бір кейс келтіремін. Бізде өзімізде 2018-де осы именно қайтару тропинкасы бойынша жұмыс жасағанбыз. Сол кезде бізге в принципе бір 450-500 клиент, тұрақты клиент жеткілікті болды. Бір жылда 18-23 миллион теңге ақша табуға, таза табыс. Енді оны қалай жасадық? Ол кезде бізге именно осы қайтару тропинкасы өте қатты көмектесті. Қайтару тропинкасы дегеніміз не? Бағасы арзан, қайта қолдануға мұқтаждық тудырады, яғни бітіп қалады. Ол не знаю, там мысалға айтарлық подписка бір неге болсын, бір телеканалға подписка болуы мүмкін, приложением подпискасы болуы мүмкін, иә. Немесе дисконт карта болуы мүмкін, иә. Келесі жылы, допустим, қайтадан создырмасаңыз, скидка бітіп қалады деген сияқты. Немесе өнім сондай болуы мүмкін. Мысалға алды, мысалға су, иә. Сіз суды алдыңыз, магазиннен барып, ол бітті, қайтадан бара салуға. Яғни қайта бітіп қалады. Немесе қайта қолдануға мұқтаждық тұрады. Мысалы кітап, мен қайта кітапты қолдануға мұқтажым, потому что үнемі оқуым керек. Мен меломанға немесе флипкастқа қайта барам. Түсінікті ғой, иә? Енді қайтару тропинкасы қандай болады? Бітіп қала береді, компанияға клиентті байлайды, яғни клиент уже сіздің тұрақты клиентіңіз болады, тәуелділік тұрады, зависимость дейді ғой, сіздің компанияға үнемі ала беретін болады. Клиентпен сіздің араңызды жақсартады. Енді ұзақ қарым-қатынас, егер дұрыс қарым-қатынас болатын болса, сізбен клиенттің арасы өте жақсы болады, егер дұрыс қарым-қатынас болатын болса. Қайтару тропинкасымен жүрген клиент алдағы уақытта апсел мен кросс-сел өнімдерін алады міндетті түрде. Апсел мен кросс-сел қайсысы екенін білесіздер, иә? Ол апсел, кросс-сел, яғни қосымша сататын нәрселер. Енді қараңыз, осы жерде мысал келтіргім келеді. Шаштараз неге мен бара беремін, потому что енді шашымды ай сайын алға тура келеді. Мен бірақ басқа шаштараз кетіп қалған болар еді, бірақ именно бір жерге ғана, не үшін? Потому что сол жерде маған олардың қызмет көрсетуі, жалпы олардың шашалу сапалары ұнайды. И мен қайта барған сайын үнемі не кросс-сел, не апсел өнімдерін аламын. Міндетті түрде. Ол сақал болуы мүмкін, там пена для бритья болуы мүмкін, который үйге алып кетемін, сонда бірдеңелер болуы мүмкін, иә. Немесе, допустим, бізде Жадгер KZ деген дүкен болған, соның кейсін айтып берейін. Біз именно осы қайтару тропинкасын қалай жасадық. Бізде былай болған, біз Жадгер KZ-тің клиенттеріне айттық. Бізде осындай дисконт карта бар, ол сізге 30% жеңілдік береді. При этом, егер сіз бізге өзіңіздің туыстарыңыз, достарыңыздың туған күні даталарын айтсаңыз, біз сізге база ашып қоямыз. Базада дата бойынша, допустим, сіздің бір досыңыздың туған күні келе жатыр, біз оны алдын ала білеміз база бойынша, и сізге алдын ала хабарласамыз. Осында досыңыздың туған күні келе жатыр, сіз сыйлық алып үлгердіңіз ба, әлде біз дайындап қояйық па деп. Яғни біз клиентіміздің сыйлық жасау бойынша серіктес болып кеттік. И солай бізге 450-500 клиент жеткілікті болды. Біз арға тіпті жарнама жасаған жоқпыз. Сол 450-500 клиентпен бір жыл бойы қайта сатылым жасап отырдық. Яғни негізгі өнімді қайта саттық, немесе апсел, кросс-сел қайта саттық. И при этом жаңағы дисконт карта бір жылға 10 мың теңге тұрады. Бір жыл біз оған напоминалка боламыз, бір жыл біз оған скидка жасаймыз. Келе сол бір жылда уже ол нәрсеге үйреніп алған, зависимый болып қалған, чтобы оған постоянно бір тыңдап, бір досыңыздың, бір мамаңыздың, немесе әйеліңнің туған күні келе жатыр, еске салайық деп едік, және біз оған подарок дайындап қойдық. Қайсысын таңдайсыз деген сияқты уже проблемасын шешіп отырды демей. Ол оған уже зависимый болып қалады, мұқтаж болып қалады. Келесі жылы опять сол пакетті, дисконтты қайтадан алады. Қайтадан алып, ол қайтадан біздің үнемі тұрақты клиент болады, кросс-селді алады, даунселді алады, кросс-селді алады, апселді алады, негізгі өнімді алады, еще қайтару тропинкасы бойынша жүріп отырады үнемі. Бұл өте маңызды нәрсе, сондықтан осыған өте қатты мән беріңіздер. Жалпы клиентті сіз өзіңізге өмір бақи клиент болатында ете алуыңыз өте маңызды, өте мықты қасиет. Осы өнім матрицасын дұрыс қолдансаңыздар, жарнамаға артық шығынсыз өте жақсы табыс табуға болады.